Ресми іскерлік құжаттарда қолданылатын терминдер. Ресми іскерлік стильдің басым көпшілігінде құжаттар жатады. Қызмет ететін негізгі саласы халықаралық, мемлекеттік, қызметтік құжаттар. Бұл стиль қоғамның мемлекеттік, қоғамдық, саяси өмірдегі әртүрлі акттерде құжаттаудағы сұранысын, адамдар мен заңды тұлғалар арасындағы әкімшілік, іскерлік қарым-қатынастарды қанағаттандырады. Ресми іскерлік стильдің маңызды бір белгісі дәлдік. Қазақ тілінің сөздік қорында келесідей құжаттардың атаулары бар. Экранға назар аударыңыз. Гарантийное письмо, закладная, кепілхат. Кепілхат бірге жазылады. Кепілхат деп бөлек жазылмайды. Докладная записка, баяндау хат, исковое заявление, талап хат, телеграмма, жедел хат. Жедел хат бірге жазылады, бөлек жазылмайды. Письмо предложение, ұсыныс хат, сопроводительное письмо, ілеспе хат, служебная записка, қызметтік хат, домалақ арыз, анонимка. Іс жүзінде, практически, рақымшыл, амнистия, мәжіліс, заседание, баянат, рапорт, төрелік сот, арбитражный суд, түйіндеме, резюме, төраға, председатель. Қазіргі таңда іскерлік қатынастардың халықаралық стандартқа сай болуды көздейтін жаңа жағдайы терминдердің де халықаралық стандартқа лайық болуын талап етті. Оферта, коммерциялық ұсыныс, прайс-лист, тауарлар тізбесі, презентация, жарнамалық мәтін түрі және тағы да басқа. Ешқандай өзгеріссіз орыс тілінде қалай айтылса, жазылса, қазақ тілінде сол қалпында қолданылып жүрген халықаралық терминдер кездеседі. Телефакс, факс, телефон, дипломат, реферат, шаблон, акт, стратегия, ресурс, операция, кадр, кодекс, фирма, бланк, директор, формат, гриф, кабинет, менеджер, клиент, тағы да басқа. Қазір управление, яғни басқару сөзін қолданған дұрыс па? Әлде оның орнына менеджмент сөзін қолданған дұрыс па? Мысалы, ақшаны басқару немесе ақша менеджменті ме? Мұнда қолданылатын сөздер мәтініне қарай ерекшеленеді. Құжаттың түріне қарай орнымен қолдану өте маңызды. Орынсыз қолданылған термин синонимдер құжаттың мазмұнын бұзады. Мысалы, управление человеческими ресурсами, яғни адам ресурстарын басқару деген сөйлемді менеджмент человеческими ресурсами, яғни адам ресурстарының менеджменті деп айтылмайды. Ал управление банковский, яғни банктік басқару емес, менеджмент банковский, яғни банк менеджменті қолданыста. Сонымен қатар контракт, договор, соглашение сияқты терминдер мағынасы мен қолдану саласына қарай ерекшеленеді. Еңбек заңнамасында контракт немесе трудовой договор, еңбек келісім шарты, контракт келісім шарты, договор шарт, соглашение келісім. Ал выписка, копия, ксерокопия, көшірме. Бұларды тілдік қолданыста мағынасына қарай ажыратамыз. Мысалы, выписка из протокола, хаттамадан көшірме, копия документа, құжат көшірмесі, ксерокопия, фотографии, суреттің көшірмесі және тағы да басқа. Құрметті тыңдарман, қазақ тіліндегі терминдер туралы ақпаратты қосымша termin.com.kz сайтынан да алуыңызға болады.